Бүгін таң атпай басым айналып осылай құласам бола ма? Сіздерге ең басынан бастап айтып берейін. Таңертең тұрсам, балаларым деген төсекті қиратып тастаған, ол бүкілін шашып, оны жинадым. Одан кейін өстіп аяқ киімдерді есік алдым, барлығын реттештедім. Күнде шашып тастайды ғой балалар деген. Сөйтіп жинап қойдым. Азыналық кішкене ғана кірім бар еді, сонда жинап алдым. Одан кейін есік алдым, барлығына су сеуіп, осылай жинастырып сыпырып алайын дедім. Сөйтіп ойымда ештеңе жоқ. Сөйтіп соткама қарап қалсам, ару қыздан бірінші задание келіпті, яғни отбасыма пранк жасау, барлығының реакциясын көру депті. Қой тез обед болмай тұрып, есік алдын барлығын сыпырып, шөптерін барлығын жулайын да жаңа тапсырманы орындап тастайын дедім. Әрі қарай уже обед ішіп алғаннан кейін, білесіздер, балалардың қарны тойғаннан кейін ұйқысы келеді, далаға ойнағысы келеді дегендей. Сонымен қазаныма қарасам, сап-сары болыпты. Бұны да жуып тастадым да тамағымды бұқтырып қойып, қайнағамды үйге кіргіздім. Күн ысып кеткен ғой. Сөйтіп пранкке кірістім. Ал ару қыздың бірінші тапсырмасын осылай орындап тастадым. Енді ару қызға екінші тапсырма, яғни батылды қалай берсем болады екен, маған идея тастап кетіңіздерші, өтініш комментарийға жазып. Сосын видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.